Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Үндістанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Сайла Стангалмен кездесті. Өткен жылы тек Алматы облысы мен Үндістан арасындағы тауар айналымы 24%-ға өсіп, 30,7 миллион ақш долларына жетті. Бүгінде өңірде үнді инвесторларының қатысуымен жалпы құны 278 миллиард теңгенің екі ірі жобасы жүзеге асырылуда. Нақты айтқанда, Қонаев пен Алатау қаласында қонақ үй кешендері ашылмақ. Бұл жобалар арқылы 4000-ға жуық жаңа жұмыс орны пайда болады деп жоспарланып отыр. Тараптар Үндістанның цифрлық технологиялар, өндіріс, білім беру және туризм саласындағы тәжірибесін өңірдің дамуында тиімді пайдалануға ниетті. Қазақстан мен Үндістанның стратегиялық әріптестігі 2009 жылдан бері жалғасып келеді. Екі ел арасындағы жоғары деңгейдегі тұрақты байланыс бар. Біз экономика, сауда және инвестиция саласындағы ынтымақтастықты нығайту жолдарын талқыладық.